Армысыз, қазақ елі. Мынау күтімсіз салақ жылдар бойы жиналмаған үйде тарақан қалай қаптаса, біздің 30 жыл бойы тек мақтанышпен, біреуді мақтаумен өткен уақытымызда қоғамда сақалы сапсиған құл молдалар, қара жабылған күң талақтар, талақ құлдар дейді әйтеуір, медицинада кемшіліктің қазіргі уақытша болып жатырған кесірінен елімізде емші, бақсы, анау неше түрлі самозванец билер, оттаубай, дүмше әншілер қаптап кетті қазір. Шындығы солай. Біз үлкендер оған көңіл бөлмей тик-ток, фейсбеттерінен ауыстыра салып шығып кеткенімізбенен сол дүмшелерді ұстаз деп әлдеқандай қылып жүрген жастар өте көп кездеседі екен. Соларды көріп отырып, үнсіз қала алмай айтып отырғаным. Мен медицина колледжінде сабақ беріп жүрген кезімде, осы психиатрия, онкология сабақтарынан беріп жүрген кезде, бір қыз бала, студентіміз ғой, өзіміздің қасында досы екеуі келіп, аға, мен бір емшіге көріпкелге қаралып едім, маған сен кешікпей күйеуге шығасың, бірақ сенің жағдайың қиын, өзің білмей жүрсің, мен Алланың бір берген қасиеті арқылы мен сенің мына денеңде бір рак ауруы бар, соны басталып жатқанын көріп отырмын. Соны қазір емдемесең, түбі қиынға айналады деп өзінің условияларын қойған екен. Андалып барып, мындалып барып емдеймін, Құранмен емдеймін, ол үшін сен маған мынаны алып кел, мынаны алып кел. Ол кезде деген 20 мың студент үшін өте көп ақша, сол 20 мың алып келсең, құлантазы жазылып кетесің деп айтты деп. Сосын жаңа қызға айттым, айналайын, сен өзі 2-ші курстың студентісің, оларға неғып қараласың? Енді біздер барып қаралып жүрміз, оны білет, көп білет олар деген. Ол айтқандары дәл келіп жатыр деп жаңа қоймайды. Сосын айттым, онда сен бір 2 неделдей кішкене бармай жүрде, содан кейін барып, сол жаңағы кемпірге айт, менің осындай күйеуім соңғы кезде үйге келмейтін болып жүр, сондай көңілі бұзылып жүрген сияқты. Соны маған өзіме қайтадан қаратып бере аласыз ба? Не болып жатқанын айтып бере аласыз ба деп айтты. Ағай, менің күйеуім жоқ қой дейді. Барып айтшы осылай деп, не қылар екен деп жібердім. Кішкенеден уже ұмтыңқырап кеткенімде жаңағы қыздар келіп тұр. Сіздің айтқаныңыз дәл келді дейді. Барып едім осылай мен сізге дейді. Соны кірген үшін өзі 2000 ақша төлейді екен. Соны студенттер ғой, енді ақша тауып барып едім, сонда айтты дейді. Сенің күйеуің көрші бір әйел, көзі көкшілдеу келген әйел бар. Сол әйел екеуі бір жатағы бар. Соларды енді оны ісін асырға шауып кеткен, оларды мен ажырату үшін үлкен маған сондай қаржы керек деп, ойшым қыздардың басын айналдырып жіберіпті. Соны мен өзім бүткіл әлгі факультеттің қыздары көбіне енді қыз балалар ғой, оқитын колледждерде, медколледждер. Солар жинап алып жаңағыда айтқанмын, сен қарақтарым ондайға бармаңдар деп. Қыздардың ішінде болды, арт жақта отырып алып тұрып сүре жазып, соны жаттап, бастарын қара жамылып, жаңағыдай біздер мұсылманбыз, мұсылманның міндеті тек күйеуге шығу, бала туу, бізге не керек деп, мынау Омар Жалил дейтін айтып жүр ғой, қыздың міндеті бала туу, олар тек үйінде отырсын да шұғыртып бала туа берсін. Оны қатын сабамасаң қатын бола ма деп те бір былжырағанын естіп жүрген шығарсыңдар. Сондықтан мен бұны босқа айтып отқан жоқпын. Айналайындар, мен дінге қарсы емеспін, бірақ дінді жамылып жүрген оңбаған адамдар бар, алаяқтар. Мен өзім солардың ішінде, мына дін жамылып жүрген адамдардың ішінде 90% сондай алаяқтар өз күнін көріп жүрген. Сақ болу керек.